Бүгінгі күн сол шаққа нүкте қояр мезет. Олай болса, болашақ жастардың қолында атты салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Добрый вечер, уважаемые педагоги, родители, гости праздника. От всей души приветствуем всех вас под прекрасными сводами школьного дворца и приглашаем на самый трогательный и прекрасный школьный праздник – выпускной бал 2019. Мы собрались здесь и сегодня, чтобы стать свидетелями вручения нашим дорогим выпускникам аттестата о среднем образовании и засвидетельствовать их вступление в самостоятельную жизнь, полную надежд, новых побед и ярких впечатлений. Жас жүректің өмірлі құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Бүгін білім ұясынан 47 түлек ұшқалы тұр. Олардың барлығы жақсы оқуымен, үлгілі тәртібімен, белсенді қоғамдық жұмысымен мектеп оқушыларына үлгі болып, білім ордамыздың намысын қорғап, мәртебесін, адақ даңқын таныта білді. Сегодня в школе самый главный праздник. Праздник, которого с нетерпением ждали наши дорогие выпускники. И не потому, что вместе с ним заканчивается учеба в школе, а потому, что нет в школьной жизни более волнующего момента, чем тот, когда ты в последний раз ходишь в стены родной школы как ученик, а выходишь самостоятельным взрослым человеком. Но самостоятельная жизнь начнется завтра, а сегодня заявлен бал. Праздник музыки, песен, торжество молодости и красоты, дружбы и верности, надежд, вечер бальных танцев и элегантных костюмов. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда, мұндай күй болған сірә қаншаңызда. Қол соғып, қошеметтеп шақырайық мектептің 47 түлегін ортамызға. Прекрасный тихий летний вечер. Мы здесь сегодня собрались на светлый праздник бесконечный, в самостоятельную жизнь. Готовы все и все готово. Цветы, улыбки и слова. Встречайте в этот день прекрасный виновников большого торжества. 2019 жылының түлектерін қарсы алыңыздар. Встречайте бурными аплодисментами школы 11 А класс и Бедер Лилия Романовна. В этом классе всего 7 учеников, но каждый из них большая индивидуальность. Они талантливы, каждый в своей области. Но самый большой их талант – это умение поддержать друг друга, помочь товарищу. Этот класс останется в истории школы как коллектив неординарный. Қарсы алыңыздар. 11-ші Б сынып Жанова Камила Шакеновна. 11-ші Б сыныбында 27 оқушы. Сынып өте ұйымшыл, білімпаз. Сондықтан оқушылардың басым көпшілігі аудандық, облыстық, республикалық интеллектуалы жарыстарға қатысып жүлдегер атанды. Сынып жетекшісі Байгелдинова Айгерім Хайрат. 13 оқушы, 11-ші Б сынып оқушылары өздерінің белсенділігімен, ұйымшылдығымен ерекшеленеді. А сейчас мы хотим особо пригласить на бал выпускников, которые за время учебы в школе достигли высоких результатов, стали отличниками учебы, призерами олимпиад, различных областных и республиканских конкурсов, принося школе славу, победы и торжество. Одним словом, встречайте корифеев учебы. Білгіш талапкер, алтын белгі белгісінің егерлерін аса құрметпен қарсы алайық. Бедер Полина, обладательница алтын белгі.
имеет множество способностей и талантов, любит точные науки, что не помешало ей закончить музыкальную школу с отличием. Ведь недаром говорят, что игра на скрипке неразрывно связана с математикой. О ее достижениях можно говорить много. Скажем коротко, ее портфолио – это толстая папка, в которой собраны грамоты, дипломы многих районных, областных и республиканских конкурсов и олимпиад. В общем, умница, активистка и просто красавица. Айым, алтын белгі иегері, білімді, жасыл түстің елу бейнесі атты олимпиадада ой ұшқырлығын танытып, арнайы дипломмен марапатталды. Сондай-ақ волейболдан аудандық, облыстық спорт жарыстарға қатысып, бірнеше рет жүлдегер атанды. Дәулетова Бегайым, алтын белгі. 10 саусағынан өнер тамған ісмер. Жасыл түстің елу бейнесі атты олимпиада ойынның жүйріктігін танытып, арнайы дипломмен марапатталды. Алтын белгісінің иегері, білімді, үздік спортшы, ер көтеруден аудандық, облыстық жарыстарда жүлдегер атанса, алғашқы әскери дайындық пәнінен облыстық сайыста жүлдегер атанып, республикалық жарысқа жолдама алды. Аружан, алтын белгі иегері. Білімді барлық пәндерден өзінің білімдерін көрсете білді. Асыл тас, Ақбота, Малахит интеллектуалды сайыстарының жүлдегері. Алтын белгі иегері, білімді 2016-2017 оқу жылының математика пәні бойынша аудандық олимпиадада бірінші орын иегері, облыстық олимпиадада сертификат иегері, 2017-2018 оқу жылының жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңде математика пәні бойынша үшінші орын иегері. Салгарбаева Алида, обладательница аттестата с отличием. Староста класса, отличница. У нее есть очень большая и светлая мечта. Она хочет стать хирургом. Именно поэтому в последние годы стала интересоваться биологией. Алида старательная, исполнительная, ответственная. Среди ее учебных достижений есть победы в различных конкурсах и олимпиадах по математике, истории, биологии, казахскому языку. В общем, не девушка, а загляденье. Әлібек Гүлзира, үздік аттестат иегері, өте тиянақты, өзіне талап қоя білетін, мақсатына қол жеткізу жолында көп ізденетін оқушы. Қазақтың ақыл жазушыларының шығармаларын көп оқиды, өлеңдерін жатқа айтады. Осы талаптылығының арқасында әртүрлі сайыстарға қатысып, аудан көлемінде, облыс көлемінде жүлделі орындар алды. 2017 жылы ағылшын пәнінен халықаралық грамматика олимпиадасынан бірінші дәрежелі дипломының иегері. Тілеубердинова Аружан, үздік аттестат иегері. Ақылды, дарынды, сыпайы, келгеніне аз уақыт болса да білімінің терең екенін көрсетті. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің жанында ұйымдастырылған жасыл түстің елу бейнесі атты олимпиадада білімділігін көрсеткені үшін арнайы дипломмен марапатталады. Кешіміз басталды салтанатты, төгілген күн нұрының шапағаты. Мың бір алып бишілер бибилейді, халайық қосылыңыз мархабатты. Дей келе лезгинка биі қарсы алыңыздар.
қонақтармен таныстырып өтейік. Аудан әкімнің орынбасары Ибраев Айдар Маратович. Жарма ауданының бөлім бөлімінің бас маманы Садыкова Гүлсағи Тұрсынхановна. Мектепшілік ата-аналар комитетінің төрайымы Абишева Гүлзада Жуандықовна. Сонымен қатар ардагер ұстаздарымыз Искакова Галия Медетхановна, ардагер ұстаз мектепшілік қамқоршылық кеңесінің төрайымы Ничепуренко Любовь Михайловна, Мадярова Жанат Коктаевна, және де Асылбекова Савия Тухановна қатысып отыр. А сейчас самое время начинать наш выпускной бал. Но какой же бал без короля и королевы? Именно поэтому мы объявляем традиционный конкурс на лучшую королеву и короля выпускного бала 2019. Итак, конкурс объявлен. Можете приступить к голосованию. А для этого нужно будет подойти вот к этому столику и отдать свой голос за того или иного претендента. Голосование будет длиться ровно 30 минут. Время пошло, и вы можете приступить к голосованию. А нам пора начинать наш праздник. Қонақтар, бүгінгі кештің үздік ханзадасы мен ханшайымы сайысын жариялаймыз. Дауыстарыңызды берулеріңізді сұраймыз. Уақыт кетті, асығыңыздар. Уважаемые выпускники, вот и наступил тот самый великолепный момент в жизни, когда судьба за все ваши старания, за смелость и отвагу, за терпение и труд говорит вам с долгожданной премией. И сейчас, уважаемые друзья, мы переходим к самой торжественной части нашего вечера – вручению аттестатов о среднем образовании. Түлектерге аттестаттарымен бірге автожүргізушінің бітсі бірінші категориясының көліктері табыс етіледі. А также сегодняшний 44-й выпуск Георгиевской средней школы как лучший выпуск получит почетную премию «Триумф» за выдающиеся заслуги перед школой в области знаний, спорта и культуры. Өзіңізді мақтан етіп жүреміз біз. Жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз береміз құрметпен өзіңізге, түлектерге арналсын тілегіңіз. Дей келе, алғашқы құттықтау сөз Дауытова Алия Жасұлановнаға береміз. Құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, және бүгінгі осы салтанатты жиынның себепкері болып отырған бүгінгі біздің сұлу да сымбатты түлектеріміз. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын деген келеді. Бүгінгі күні Алтын мектеппен өмір атты Ұлытауды бетке алып, 11 жыл бойы білім беріп, өздеріңді тәрбиелеген ұстаздармен қоштасқалы отырсыңдар. Олай болса, алдағы уақытта баршаңа тек қана биік шыңдардан көрініп, осы мемлекетіміздің көркеюіне үлестеріңді қосып, бір армандаған маман иесі болуларына тілектеспін. Уважаемые родители, уважаемые гости, уважаемые педагоги и выпускники нашей школы, хотелось бы пожелать вам, чтобы вам всегда сопутствовала удача. И чтобы каждый ваш прожитый день был звонким и веселым, как звонок, который звенел именно для вас все эти 11 лет. Мерекелеріңіз құтты болсын. Класс А. Бедер Полина. Точные науки. Что не помешало ей закончить музыкальную школу с отличием? Ведь недаром говорят, что игра на скрипке неразрывно связана с математикой. О ее достижениях можно говорить много.
Скажем коротко, ее портфолио — это толстая папка, в которой собраны грамоты, дипломы многих районных, областных и республиканских конкурсов и олимпиад. В общем, умница, активистка и просто красавица. А теперь еще и обладатель аттестата 11 класс А, Солдарбаева Алида, староста класса, отличница. У нее есть очень большая и светлая мечта. Она хочет стать хирургом, именно поэтому в последние годы стала интересоваться биологией. Алида старательная, исполнительная, ответственная. Среди ее учебных достижений настоящее богатство и гордость своих родителей. Награждается премией «Триумф» в номинации «Мисс Очарование». 11 класс А, Аллажарова Асель. Самая светлая голова в классе. Ее роскошные пшеничные волосы сразу привлекают внимание. Всегда была всеобщим баловнем, так как самая младшая в классе. Человек творческий, любит рисовать, танцевать, мечтает стать дизайнером, решительная. Алибекова Айдана, Алибекова Дина в начальных классах была самой боевой девочкой в классе. Ее кулаков боялись даже мальчики, поэтому предпочитали с ней не связываться. Теперь она превратилась в прекрасную, стройную девушку, которая любит играть в волейбол, умеет хорошо готовить, остроумна, имеет много друзей. И является призером олимпиад и конкурсов по казахскому языку. Награждается премией «Триумф» в номинации «Мисс Широкая душа». Аргамбекова Дильназ. Очень ранимая, чувствительная, боится кошек и различных болезней. В то же время азартная футбольная болельщица. В ее аттестате всего лишь 4 четверки. Не раз украшала школьную сцену в качестве ведущей. Является призером районной олимпиады по географии. Активная, общительная. Имеет множество друзей и знакомых. Очень любит фотографироваться и играть в волейбол. Награждается премией «Триумф» в номинации «Мисс Обаяние». Ерсенхаза Еркижан. Очень способная, умная, прекрасной души человек. Очень любит стихи и прекрасно их читает. Хорошо рисует. В то же время интересуется точными науками, математикой и физикой. Мечтает стать учителем физики. Остроумная, общительная. Умеет видеть прекрасное вокруг себя. Любит животных. Участница и призер олимпиад и конкурсов по физике, казахскому языку, математике. В ее аттестате всего лишь 2 четверки. Награждается премией «Триумф» в номинации «Полиглот года». Кабанаев Алдиар. Единственный и неповторимый юноша 11 А класса. Это самый несчастный и самый счастливый человек. Самый несчастный он в начале марта, когда мучается в поисках подарков своим многочисленным одноклассницам. А самый счастливый он в течение всего остального времени. Ведь все внимание женской части класса сосредоточено на нем. Алдиар добрый, веселый, остроумный парень, отличный друг и товарищ. К тому же настоящий красавец. Награждается премией «Триумф» в номинации «Душа компании». 11 B sınıfı Gabasova Ayım Altın belgi егері білімді жасыл түстің елу бейнесі атты олимпиадада ой ұшқырлығын танытып арнайы дипломмен марапатталды. Сондай-ақ волейболдан аудандық, облыстық спорт жарыстарға қатысып бірнеше рет жүлдегер атанды. Айым жыл физика номинациясы бойынша «Триумф» премиясымен марапатталады. Дәулетова Бегайым, алтын белгі егері, білімді, 10 саусағынан өнер тамған ісмер. Жасыл түстің елу бейнесі атты олимпиадада ойының жүйріктігін танытып, арнайы дипломмен марапатталды. Бегайым мектеп белсендісі номинациясы бойынша «Триумф» премиясымен марапатталады. Ердос, алтын белгі көтеруден аудандық,
әскери дайындық пәнінен облыстық сайыста жүлдегер атанып, республикалық жарысқа жолдама алды. Ердос жыл спортшысы номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Алтын белгі иегері, білімді, барлық пәндерден өзінің білімдерін көрсете білді. Асылтас, Ақбота, Малахит интеллектуалды сайыстарының жүлдегері. Аружан жыл инабаттысы номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Оразхан Сағи, алтын белгі иегері, білімді 2016-2017 оқу жылының математика пәні бойынша аудандық олимпиадада бірінші орын иегері, облыстық олимпиадада сертификат иегері. 2017-2018 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңде математика пәні бойынша 3-ші орын иегері. Сонымен қатар үздік футболшы аудандық облыстық жарыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болды. Сағи мектеп универсалы номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Әлібек Гүлзира үздік аттестат иегері, өте тиянақты, өзіне талап қоя білетін, мақсатына қол жеткізу жолында көп ізденетін оқушы. Қазақтың ақын жазушыларының шығармаларын көп оқиды, өлеңдерін жатқа айтады. Осы талаптылығының арқасында әртүрлі сайыстарға қатысып, аудан көлемінде, облыс көлемінде жүлделі орындар алды. Гүлзира жыл ақыны номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Тілеубердинова Аружан үздік аттестат иегері, ақылды, дарынды, сыпайы, келгеніне аз уақыт болса да білімінің терең екенін көрсетті. Шықымыту жанында ұйымдастырылған жасыл түстің 50 бейнесі атты олимпиадада білімділігін көрсеткен үшін арнайы дипломмен марапатталды. Аружан жыл көріктісі номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Салмақты, білімпаз, жаңалыққа жаны құмар. Тарих пәнінен өзінің білімінің терең екенін әр уақытта көрсетіп отырды. Сынып сағаттарына жауапкершілікпен қарап, оны жоғары дәрежеде ұйымдастырды. Ағылшын тілінен аудандық семинарда өзінің қабілеттілігін, ағылшынша сөйлеу мәнерін көрсете білді. Әкежан білгіш талапкер номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Қайырымды, үлкенді сыйлайды, берілген тапсырмаларды тиянақты орындайды. Дастан ең қарапайым номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Рахат, ақылды, достарының арасында көңілді, әр уақытта достарына жақсы көңіл күй сыйлайды. Рахат ең әлеуметті номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Болат Ғасыр, сыпайы, қамқор, спортшы, абайдың қара сөздерін оқығанды жақсы көреді. Ғасыр ең кішіпейіл номинациясы бойынша триумф премиясымен марапатталады. Гауриев Жәнібек оқу екпіндісі, мектепке жаңадан келсе де сыныптастарымен тез тіл табысатын. Ашық, ақ көңіл оқушы Жәнібек танцор диско номинациясымен триумф премиясын марапатталады. Жігер Ертай салмақты, сыпайы, оқу екпіндісі,
тиянақты, көп ізденіп оқиды. Мен Қазақстан патриотымын. Республикалық шығарма байқауында 3-ші орын, тіл тұтастығы, ел тұтастығы атты эссе байқауында 2-ші орын, республикалық интеллектуалдық марафонында 3-ші орын, 2017 жылы республикалық қашықтық олимпиадада қазақ тілі пәнінен 2-ші орын иегері Ертай жыл жұмбағы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Кенжалов Абылхан салмақты, қайырымды спортшы, күрестен бірнеше дүркін аудандық, облыстық сайыстарға қатысып жүлдегер атанды. Абылхан жыл мықтысы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Тарқымбек Айдана салмақты, ақылды, еңбек сүйгіш, шықымыту жанында ұйымдастырылған жасыл түстің 50 бейнесі атты олимпиадада өзінің іскерлігін танытып, арнайы дипломмен марапатталды. Айдана жыл мейірімдісі номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Қайнемов Рустем оқу екпіндісі, қарапайым, өте қарапайым. Жайдарман ойынының белсенді мүшесі, аудандық, облыстық сайыстарда бірнеше дүркін жеңімпаз атанып, Астана қаласын кіта ойынына қатысып, өз өнерін паш етті. Рустем жыл джентльмені номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Оқу екпіндісі, білімді, алғыр, үздік теннисші. 2016, 2017, 2018 жылдары теннистен аудандық біріншілікке қатысып, бірінші, екінші орын жүлдегер атанды. Әдемі жыл сүйкімдісі номинациясы бойынша премиямен марапатталады. Гүлмәри оқу екпіндісі, бірнеше жыл ағылшын тілі пәнінің жүлдегері. Гүлмәри жыл көріктісі номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Өнерлі 2017 жылы аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. 2017 жылы мен инженермін жобасы бойынша пилоттық мектептер арасында 3D әлемі облыстық олимпиадасының 2-ші орын иегері. Аружан мектептің алтын дауысы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Молдабекова Әдия 2017-2018 оқу жылында 9-11 сынып оқушылар арасында өткізілген республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде орыс тілі пәні бойынша 2-ші орын, тіл мәртебесі, ел мәртебесі атты шығармашылық байқауында 3-ші жүлделі орын, аудан әкімінің дипломымен марапатталды. Сымбат алғыр, білімге деген құштарлығы жоғары, бірнеше дүркін аудандық олимпиадада биология пәнінен жүлдегер атанды. 2018 жылы Ақбота республикалық интеллектуалды марафонында 3-ші орын иегері. Сымбат жыл әдемісі номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Амиркалиев Нұрсұлтан сынып әкімі, сынып тәртібіне жауапкершілікпен қарайды. Спорттық жарыстарда күреспен жүлделі орындарға ие болды. Алғашқы әскери дайындықтан аудандық, облыстық жарыстарға қатысып жүлделі орын алды. Нұрсұлтан жыл атаманы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталды. Оқу екпіндісі 2017-2018 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде география пәні бойынша 3-ші орын, 2018-2019 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде география пәні бойынша 2-ші орын иегері. Данияр жыл романтика номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Сатыбалдиев Жияс қайырымды, достарының арасында беделді, сынып жетекшінің көмекшісі, тәрбиелі оқушы Дияш күш иесі номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Сүйменова Гүлзат оқу екпіндісі, білім алу жолында үнемі көп оқиды. Үздік спортшы, аудан бойынша волейболдан құрама команда
есе Шығыс Қазақстан облыстық турнирде 3-ші орын иегері атанды. Гүлзат үздік волейболшы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Айнаш оқу екімбітісі білім алу жолында үнемі көп оқиды, ізденеді. Сонымен қатар үздік спортшы мектеп алуан бойынша волейболдан құрама команданың белді мүшесі. Айнаш ең әдепті номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Алпысхан Али, мінезі ашық, жүрегіткен пейілді спортшы. Экспо 2017 көрмесіне арнайы ұйымдастырылған облыстық турнирдің жеңімпазы. Футболдан бірінші разряд иегері. Жарма ауданының спорт дамуына үлес қосқан үшін мадақтама грамотасымен марапатталған. Али үздік футболшы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Әділханов Ернұр, аудандық Жайдарман ойындарының үздік ойыншысы. Жайдарман ойындарының чемпионы. Республикалық Жайдарман ойындарының финалисті. Жарма ауданының чемпиондары аттағына ие болған үздік әзілқой Ернұр тамаша әзілқой номинациясына Триумф премиясы бойынша иеленеді. Әшімов Аслан, бокстан спорт шеберіне үміткер. Шығыс Қазақстан облысының күміс жүлдегері. Бокстан облыстық және халықаралық жарыстардың жеңімпазы. Бокстан бірнеше рет бірінші орынды жеңіп алды. Аслан үздік боксшы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Суретші, сыпайы, Ақтөңіл Назира өзінің байсалдығымен ерекшеленеді. Сыныптағы қоғамдық жұмыстарды белсене атқарады. Сыныптастардың арасындағы беделді өзінің біліммен жан-жақты оқушы екенін көрсетіп, кішілерге қамқор, үлкендерге құрмет көрсетеді. Назира жыл үлгісі номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Ауданының әкімінен алғыс хат. Аталған жылы халықаралық бейбітшілік әлемі қазақ творчестволық бірлестігі президентінің дипломын алды. Республикалық балдәурен балалар және жасөспірімдер шығармашылығы ән байқауында хореография айдар бойынша гран-при жас ғалым 2017 екінші дәрежелі халықаралық ғылыми зерттеу конференциясында екінші орын жүлдегері. Камила Сахна Ғабасов Ернұр облыстық қазақ күресінен екінші орын иегері. Өскемен қаласында өткен дзюдо турнирінің екінші орын иегері. Зайсанда өткен қазақ күресінен облыстық турнирде екінші орын алды. Жарма барысынан елер арасында бірінші орын иегері. Қазақша күрестен спорт шеберіне үміткер. Ернұр жыл спортшысы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Ғапезова Райгүл. Райгүл мектепте оқып жүрген уақыт ішінде өзін жақсы көрсете білді. Өзіне тапсырылған істерді жоғары жауапкершілікпен атқарады. Сынып сағаттарында жасаған баяндамалары мазмұндылығымен ерекшеленеді. Қоғамдық бағыттағы пәндерде, әсіресе тарих, әдебиет пәндерінде қызығушылығы жоғары. Райгүл сынып жетекшісінің 10 қолы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Меришева Әсем, өнегелі, қабілетті, қайырымды оқушы. Әсемнің ұйымдастыру қабілеті жақсы дамыған. Өте ақкөңіл, тез қабылдағыш, өз ойын жақсы жеткізе алатын оқушы. Достарының, құрдастарының көңілін көтеріп жүргенді ұнатады. Әнді де жақсы орындайды. Жетістіктері: Қазақстан тарихы пәнінен республикалық олимпиаданың сертификат иегері. Мектепшілік Жайдарманның жастарлай Айтұмар командалары мүшесі. Облыстық аудандық Жайдарман ойындарының финалисті. Әсем ең жауапты номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Мұқия Сая. Сая мектепте оқып жүрген уақыт ішінде өзін жақсы жағынан көрсете білді. Өзіне берілген тапсырмаларды тиянақты орындайды. Мектепте өтетін іс-шараларда белсене араласады. Берілген тапсырмаларды тиянақты орындайды. Мектепте өтетін іс-шараларға белсене араласады. Берілген қоғамдық жұмыстарға жауапкершілікпен қарайды. Сая үйінде әкесіне үй шаруасына толығымен көмектеседі. Сая ең адал номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Рахманов Мұхаммедали өзінің байсалдылығымен, салмақтылығымен достарынан ерекшеленеді. Достарына әрдайым қолдан келген көмегін аяған емес.
Бокстан аудандық жарыстың бірнеше рет жеңімпазы атанды. Мұхаммед-Али бастауыш сыныптан бастап бүгінгі күнге дейін облыстық, республикалық, халықаралық жарыстардың жүлдегері атанып келеді. Спорт шебері Мұхаммед-Али үздік боксшы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Рахымжанова Арайлым. Арайлымның мінезі ашық, әркез көңілді. Арайлым мектепте оқып жүрген уақыт ішінде өзін қолөнер жағынан жақсы көрсете білді. Өзіне берілген тапсырмаларды тиянақты орындап, сыныптың сынып сағаттарына белсене қатысып, қоғамдық жұмыстарды жатқыз атқарады. Сынып ішінде оқушылар арасында беделді, кішілерге қамқор, үлкендерге құрмет көрсетеді. Арайлым жыл көңілдісі номинация бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Леукешева Лаура. Лаура өте байсалды, сыпайы, өзінің білімінің жан-жақты оқушы екенін көрсетіп бірнеше рет жетістіктерге жетті. Бейнелеу өнерінің пәні бойынша олимпиадаға қатысып жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Тәуелсіздік күніне байланысты іздеген жетер мұратқа тақырыбына жазылған эссе сайысында бірінші орын иегері атанды. Лаура ең тапқыр номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Және де Төлеужан Алижан. Алижан өте белсенді, ұйымдастыру қабілеті де жақсы дамыған. Бірнеше рет мектепшілік, аудандық сайыстарда байқауларға жүргізуші болды. Аудандық Жайдарман ойындарының әдебиет маусымының үздік ойыншысы. Жайдарманнан аудандық, облыстық, республикалық ойындарының жүлдегері, чемпионы. Аягөз, Риддер, Өскемен, Семей қаласы әкімдерінің кубогының жүлдегері. Аягөз қаласының вице-чемпионы, Жарма ауданының 2 дүркін чемпионы, республикалық жарқын болашақ олимпиадасының жас ғалымдар бағам бойынша облыстық кезеңінің жеңімпазы, футболдан бірінші разряд иегері, аудандық облыстық турнирлердің жүлдегері Алижан сахна жұлдызы номинациясы бойынша Триумф премиясымен марапатталады. Құрметті түлектер, аса қадірлі көрермендер, бірлеріңіз білсеңіздер, бірлеріңіз білмеулеріңіз мүмкін. Мен осы жақын арада ән шығаруды бастаған болатымын. Бүгінгі күнде соған осал емес, мектептің қызықтары жайлы жай ғана күліп, және де билеп отырсаңыздар болады. Кеттік. Келгенде, ұстазымды көргенде, сыныппенен танысып, ойнап жүріп күлгенде, әліппемді қолға алып, әріптерді жаттадық. Келдім міне мұғалім, жақсы баға ұнаттық. Қызығып қатты сабақтан балалар, үстінде туфли костюм шалбар. Бөлініп ап, ұлдар, қыздар, футбол, ақсидек мені ұстап ал. Қай кабинет пен қай сабақ, алғашқы жеңіс махаббат. Мектептегі өмірін осылай ғана басталар. Последний звонок прошел, наш самый последний урок на душе. Так странно, это шок, ведь теперь у тебя много дорог. Всех ты должен благодарить за ум, терпение и любить. Самые лучшие учителя, наши вторые матеря. Запомни ты навсегда, выросли мы у школьного двора. Уже дорогу перейдя, жизнь начнется взрослая. Удачи тебе везде, мой друг, успехов тебе и там, и тут. Мечты исполняются у вас всегда, падает для вас тебе звезда. Бәрімізді инстаграмда история салайық.
книга. В эту почетную книгу вошли именно тех выпускников, кто смог сверкнуть блеском золотым и высветиться из непростых школьных будин. Қабыл етіп, қонақтардың тілегіңді тұмар етіп жүремін. Ұрпақтарға ұлағатын қалдырар, өздеріңдей болса деймін тілегім. Құттықтау сөз және алтын кітап тізімін оқу құрметті, мерекеміздің құрметті қонағы, Жармаданның әкімнің орынбасары Ибраев Айдар Маратовичке беріледі. Қадірлі қонағымыздың жоқ болған себебінен алтын кітап тізімін оқу құрметі мектебіміздің директоры Даутова Алия Жасулановнаға беріледі. Құрметті ата-аналар, құрметті түлектер, баршаңыз білесіздер, дәстүр бойынша осы мектебіміздің қабырғасында бірінші жыл емес, бірнеше жыл бойы осы түлектердің аты алтын кітап деп атаймыз. Еңбектерімен елеуленген түлектеріміз осы кітапта жазылып қалады. Сылдырбаева Алида, Ерсінқызы Еркежан, Бедер Полина, Орасхан Сағи, Самкенов Данияр, Алибек Гүлзира, Габасова Айым, Оразаева Ружан, Жігер Ертай, Қайнемов Рустем, Медеуханова Аружан, Даулетова Бегаим, Тлеубердинова Аружан, Қалижаров Ердос, Молдабаева Адия, Адылханов Ернур, Ботаева Камила, Төлеужан Алижан, Мелишева Асем. Құтты болсын, рахмет. Аудандық, облыстық жайдарман ойындарының жеңімпаздары ГОМ құрама командасын ортаға шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Осы күнге де жетіп қаппыз. Сәлем Қалбатау! Құрметті қонақтар, құрметті тілектер, біле білсеңіздер, Сатыбалдиев Диас пен Әділхан Ернұр менің роднойым. Шетінде одна душа на троих. Жүрегіміздің ойлайтыны бір ғой. Еламан, сен роднойың Диас пен Ернұр болса, мен роднойым Рахат. Қалай? Екеуімізге де қыздар қарамайды ше. Онша Ализан мен родной. Неге? Екеумізге бүкіл қызларсың. Жігіттер, ол түк емес. Өткенде бір түс көрдім, түсімде бір іс көрдім. Бір атпен шауып келем енді. Оң жағымда батырлар, сол жағымда батырлар. Bir кезде алдынан бір ағаш ат шықты ғой. Атым тоқта қап, жүгірмей, шаппай. Атын тізгінін тарттым, шаппай. Тартам, шаппай. Bir кезде ат души тартып едім, оян кеткен соң. Сөйтсем, гамажымды мына жеген тартып ғой. Жігіттер, ол түк емес. Менде бар ғой, Еламанға бір ән бар ғой. Қойш қай. Қатыннан. Олай болса, ойынның басын асқана берген Қалижаров Ердостың сөзімен бастаймыз. Чё там, тётань? Тағы да кешер құрметті достар, сонымен көреміз, егер әлемде мүлдем ысқырық деген ұғым болмаса қалай болады екен? Пенальти. Құрметті достар, сонымен көреміз, белгісіз бір ән байқауы.
Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Бастай берейік па? Бастыңыз. Айтам ба? Айтпам ба? Бол. Келесі. Сәлеметсіздер. Сен менің жүрегімді жараладың. Құрметті достар, біраз фантазиямызға ерік берейік. Егер де Геннадий Головкиннің тренері Нұрмадиев Нұрсұлтан болса, қалай болады екен? Гена? Ергеш, не? Мен ол неме қанба не? Қазір келемін. Қайда кеттің? Мамам дәрігер ғой, алып келейін да қазір. Құрметті достар, сонымен көреміз. Егер де бітіруші 3 сынып, 1 сыныпта оқыса, қалай болады екен? Сәлеметсіздер ме балалар? Жалпы сендерге хабарландыру 11-ші сыныбы. Ертең бізде в школе будет проводиться шаралар. Соған жалпы жақсы готовьтесь. Жақсы? Бірінші ол? Ой, 11-ші Б сыныбы жан сүйікті классың. Ертең бізде Нұрсұлтан қаласында халықаралық олимпиадалар болады жалпы. Соған дайындалып. Бірінші орын ба? 11 В тұр. Кешегі жарыстарын жалпы қалай өтті? Кеше жарыс болды ма не? Құрметті достар, сонымен көреміз. Егер де белгісіз бір сыныпта болған диктант жазу үстіндегі оқиға. Так, балалар, бүгін диктантте жазып алыңдар, е? Арман отбасымен бірге асхана ашты. Апай, мен қалып қалдым. Атың кім? Әділханов Ернұр. Қай жерде қалып қалдың? Асхана дейтін жерде қалып қалдым. Ой, Әділханов, сен осы асханада қалып қаласың. Жазбаш. Асханада көптеген тамақ бар, е? Дальше. Так, асханада беляши, пирожки, Мұғалім, мен қалып қалдым. Фамилия? Садыбалдиев жаз. Тұрш орны. Әділхан, сен де тұрш. Екеуін бір оқу орнына түсуші болмаңдар. Неге? Сол жердің асханасы банкрот болайын деп. Құрметті достар, сонымен көреміз. Белгісіз бір сыныпта болған оқиға. Жалпы сендер неге сондайсың сен бала? Неге сен сабақ дұрыстап оқымайсың? Сен вообще әкешің қайда өзі, әкешің? Құрметті достар, біріншіден аралар сізде бүгін біздің алтын мектебімізді өнердегі де өмірдегі де ағаларымыз Төлеужан Алижан, Қайнемов Рүстем және де Әділханов Ернұр бітіргелі отыр. Біріншіден ду қол шапалақпен осы 3 жігітті сахнаға шақырсақ. Сіздердің ду қол шапалақтарыңызға. Шапалақ, шапалақ, Құрметті достарына көріп тұрған, алдарыңызда тұрған 7 жігіт бірнеше жылдар бойы Георгиевка орта мектебінің намысын аудандық, облыстық, республикалық деңгейде намысын қорғап жүрген команда болатынбыз. Атап өтсек, Аягөз қаласы вице-чемпион, аудандық Жайдарман ойындарының 3 дүркін чемпионы, биылғы вице-чемпиондар, Өскемен қаласының бірнеше дүркін жүлдегерлері, әртүрлі қалалардың әкім кубоктарының иегерлері және де ең басты республикалық маусымашар Жайдарман ойындарының финалистері. Құрметті жігіттер, осы сахнадағы 3 жігіт Алижан, Рүстем, Ернұр және де Георгиев орта мектебінің бітіруші 44-ші түлектері. Сіздерге ең басты денсаулық, ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы көрсеткіш көрсетіп, қалаған оқу орындарыңызға түсулеріңізді тілейміз. Сіздермен бірге болған ізбасарлар Жастарлаев, ГОМ Жайдарман құрамасы 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 жыл. Еріңдерің болды, жібереді күнді ауаға, көздеріңе қарауға, шыдамым жетпейді маған, екеумізге бір жол, екеумізге бір мазмұндама,
Тилектерге арнайы шығармашылық топтың орындауында заманауи флешмоб қабылданды. Barchalarımız dişlerimizi kollarına hareket! Барлығымыз орнымыздан тұрып билейік. Doch nix. Наше лето, мы нашли с тобой, что искали. Джавана, моя царица ритма капуэйра. Ты моя бум-бум бейба. Девочка, мулатка, шоколадка с пляжа Рио-де-Жанейро. О, моя бум-бум бейба. Do it for my, do it loud. I just need to do it for you, do it proud. Писали, оп-оп-оп-оп, слышь, писали, оп-оп-оп-оп, писали. Шабалак! Ди-лай-лай, ди-лай-лай-лай, ди-лай-лай, ди-лай-лай-лай. Бәріміз бірге! Друзья рядом, душа кайфуй. Вокруг красотки взглядом колдуй. Бәрекелді минуты разлук. Самый мудрый советчик и друг. Был он всех начинаний душою и, заботясь о вашей душе, груды дел уходил с головою, забывая порой о себе. Слово предоставляется классным руководителям наших дорогих выпускников. Бедер Лилии Романовне, Мукажановой Камиле Шакеновне, Байдильдиновой Айгере Хайратовне. У меня недолго. Ну что, уважаемые выпускники всех 3 классов. Я, честно говоря, не готовилась, но, конечно, много чего можно сказать, скажу коротко. Несколько пожеланий, которые вы запомните, а когда-нибудь они, может быть, вам понадобятся. Во-первых, верьте в чудо. Всегда верьте в чудо, потому что то, что вы родились, то, что мы, каждый из нас родились, это уже чудо. Во-вторых, никого никогда не бойтесь. В-третьих, для того, чтобы никого никогда не бояться, вы никого никогда не обманывайте. И будьте честными, во-первых, в первую очередь, перед самим собой. И, может быть, даже последнее пожелание, скорее всего, даже последнее. Пусть родители ваши не обижаются, но я желаю вам, чтобы вы были лучше ваших родителей. Потому что только в этом случае
наше общество будет становиться все лучше, честнее, добрее. Будьте лучше и лучше. А своих детей воспитайте еще лучше, чем себя. Счастливого пути, открытого неба, мирного. Всего-всего вам хорошего. Я вас всех люблю. Құрметті түлектер, біздің оқушылар, сендерге енді көп сөз дайындағанбыз, енді бірақ та мына жерде кішкене қобалжып айта алмай қаламыз деп сөздерімізді жазып алғанбыз. Сендер үшін осынау күн айшықты да айдынды, мерекелі де мерейлі, табысты да талғамды күнге айналып отыр. Өйткені сіздер дәл осынау күні өзіңіздің қимас бір мекеніңізге айналған, балдәурен шақтың балауса қызығын өткізген, сөйтіп бойыңызға білікті мен білім тәлімді тәрбие жинаған мектеп анаңыздан ұшқалы отырсыздар. Осыдан санаулы ғана жылдар бұрын сіз осы өмірдің қастерлі табалдырығын жасқана да жүрексіне аттап өзіңізге тәлім берген алғашқы ұстазыңызбен жүздесіп білім нәріне бас қойған едіңіз. Содан бері ғана ағын судай жылжыған жылдар легі сіздің өрісіңізді кеңейтті, бойыңызды қатайтты. Сіз үшін осынау қимас яңызда жүрген сәтте алдыңыздан күн сайын жаңалықтар легі ашылды, тануыңыз тереңдей түсті. Сіздің дәл осындай биікте көріне білгеніңізге ұстаздар біз әрқашанда қуаныштымыз. Алдағы өмірлеріңізге Абай атамыз айтқандай, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол дейді. Сол Абай айтқан сөзге әрқашан ұстансаңдар, барлығы өмірлеріңізде жақсы болады. Біз сендердің барлықтарыңды жақсы көреміз. Мектептеріңді әрқашан ұмытпаңдар. Бір-бірлеріңмен әрқашанда тату, араласып жүресіңдер деп ойлаймыз. Мектебімізге келіп тұрыңдар. Сендерге өмірде сәттілік тілеймін. Құрметті мектеп бітіретін жас түлектер, құрметті менің аяулы да сыныбым, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар. Бүгін міне бізде ерекше күн, яғни соңғы оқушыларымыздың соңғы мектептегі күні. Барлық түлектерімізге ақ жол тілеймін. Енді осы өзімнің сыныбыма, осы түлектерге жүрек жарды тілегімді ұсынғым келеді. Мектепті бітірдің түлектерім, самғайсыңдар қиялдағы ғарышқа. Қанатындай құстың армандарың апарсын сендерді алысқа. Кешеде келген бал едіңдер, бүгінде ер жетіп, бой жеттіңдер. Сыныбым менің асылдарым, қоштасар сәт келді бүгін. Гүлзира білімді басқа жастап, ғылымды іздеп үңілдің, ақындығың тағы бар, өмірлік азық бұл сенің. Әкежан отыр әнеде, білімнен іздеп қызықты, сан қилы сұраққа жауап іздеп, ғаламторға ұмтылдың. Дастан да біздің сыпайы, қабақтан бәрін ұғатын, білімнің шыңына ұмтыла бер, білімнің шыңына ұмтыла бер, алдыңда асу болса да. Ғасырда біздің салмақты, ойлары терең әр уақытта, салмақты оның сөзінен сеземін үлкен адалдықты. Әзілдері өзіне сай, рахатын біздің көңілді. Биік асудан өткен бір қиындық көрмей өмірде, биік асудан өте бер, қиындық көрмей өмірде. Жәнібек келсе кешеде, еркелеп әркез тұратын, арманның жете бер азық боп, арманыңа жете бер, өзіне азық болатын. Жігер бар сондай байыпты, үнемі әркез салмақты, самғаған оймен қиялды, өмірден алар лайықты. Айымым менің турашыл, білімің шыңдап келеді, спортпен бірге қатарлап, үздік білім алғын біледі. Айдана сондай салмақты, орнынан әркез табатын, арманы жолың табатын, ақ жол тілеймін мен саған. Бегайым бізде дизайнер, қолынан бәрі келеді, берілген істі аяқтап, соңына дейін жүреді. Абылхан біздің спортшы, күрестің ұстады асығын,
Айбек ағаңдай балуан бол, қазақтың бермей намысын. Жестаңдай әнші ер досым, өнер мен білім дарыған, спорттың кірін алғандай білімнің ұста құрығын. Жас баладай мінезі, Рүстем сондай салмақты, түсініп жөн мен жобаны, өнерлі өзі жан жақты. Әдемі сен бір нәзік жансың, білім менен спортты тең ұстаған. Алдыңнан арайланып білім таңы, сені де бақытқа бағыттаған. Байыптылық бойында Гүлмәридің жинаған салт пененен дәстүрді, білім қу сол дәстүрдің жалғасындап, сонда ғана көрінер асу биік шың. Әдемілік тал бойына жарасқан, әншілігі жеке дара Аружан. Өнер жолын, қиын жолын алтыным, жасыма қарсы тұр сен оған. Сен де бір өнерлісің Әдия жан, анасының еркесі бір нәзік жан. Асқар таудай арманыңа асқар таудай арманның асқарына, жете бергін жетелесін асыл жан. Көңілдерде талай жолдар бар, сол жолдардан армандарды тауып ал. Сымбат біздің атына заты сай, сенен үміт күтеді барша жан. Бала күнде сен өзің ақын едің, өнер мен білімге жақын едің. Сыныбымның еркесі Нұрсұлтаным, білім нұры бойына құйылсын дерем. Сағиым 8 қырлы бір сырлы, өнерде, білімде көрсеткен. Осы жүрген адал жолдан айнымай, болашақта мен сенен үлкен үміт көтем. Бала күнде өжет едің бір сырлы, білімге бір жола бас бұрдың. Білімнің талай шыңын бағындырған, алтын белгі құтты болсын Аружан. Данияр сұңғақ бойлы сал жігітсің, биіктен өзіңді, біліміңді өзіңде шыңдаған. Алдыңнан тармақ жолдар жатыр, өзіңе керектісін таңдап ал. Диясың еркетайым ақылдысың, негізінде сен оқысаң бір батырсың. Апаң мен атаңның үмітін ақтар, бір әулеттің үміт күткен батырсың. Спорт десе алдына жан салмайтын, Гүлзатжан сен де бір ғажап жансың. Аңсаған мамандықтың иесі бол, өмірің сәнді болсын, мәнді болсын. Ғылымды қуып еңбекпенен, маман бол елге қажетті. Аружанға артар үміт мол, алдыға ұмтыл шегінбе. Айнаш бір сондай сүйкімді, нәзіктік саған жарасқан. Отты бір жақ арманның, қолынан келсе өшірме. Тілеймін сендерге ақ жолдарды, орындалсын ата-ананың тілектері. Өздеріңмен қоштасамын батырларым, аяулы асылдарым, түлектерім. Тәрбиеші, осы сөзде қаншама ұлылық жатыр десеңізші. Сөз маржанын терген ақын жазушыда, көк күмбезіне самғаған ғашкерде, тіпті елбасының өзі де ұстаз алдында еліп тағзым ететіні рас. Өз уақытын аямаған, шәкіртінің уақытын аялаған сынып жетекшілерге сазды сәлем жолданады. Классным руководителям и нашим дорогим выпускникам посвящается песня «Выпускной вечер». Встречайте исполнителя бурными аплодисментами. Первый свой букварь держу, от волнения слов не нахожу. Первый мой учебник и тетрадь, воспоминания школы сохранят. Учитель первый мой, мои друзья,
поворот. Возраст не стоит торопиться. Мы уже не птички, мы птицы. Но сегодня стая здесь. Они за нас тревожатся, грустят. Еще вчера нас первый класс вели. Ну а сегодня мы выпускники. Учителям спасибо скажем мы. Читать, писать учили нас они. Мы достать все просите в этот час. Всегда любить и помнить будем вас. Школьный выпускной зенит звонок. Кажется, последний наш урок. Может, это только самый первый. Нашу новую жизнь поворот. Возраст не стоит торопиться. Мы уже не птички, мы птицы. Но сегодня стая разозлится. Даже свой большой полет. Ата-ана тәрбиелеп балапанын, әлдилеп аялаған алақанын. Болашақта бақыт тілеп тұрасыңдар, ойлау менен алдағы балақамын. Дегендей, келешегінен зор үміт күтетін ол қыздарымызға жүрек жарды ақ тілегін айтуға, жас түлектердің ата-аналар атынан сөз Дәулетова Бегайымның атасы, ардагер ұстаз Өмірбаев Дәулет Қазбановичке беріледі. Құрметті ата-аналар, қонақтар, және ұстаздар, жас түлектер, бүгінгі бір ұмытылмас, естеріңде мәңгі қалатын керемет бір кештеріңнің мерекесімен құттықтаймын. Бүкіл ата-аналар атынан үлкен ізгі тілек айтуға рұқсат етіңіздер. Біз ата-аналар осындағы қанаттары қатайып, үлкен өмірге аяқ басқалы тұрған түлектерді осындай дәрежеге жеткізіп, осындай өмірге қадам басқызғалы отырған үшін осы ұстаздар қауымына үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Сіздердің алдарыңызда басымызды иеміз. Рахмет сіздерге. Ал енді түлектер үлкен арманның бір асуын асып, үлкен өмірге жолдама алып, кәмелеттік жасқа толып, енді бір үлкен асуға қарай өмір жолына қадам бастыңыздар. Осы күндеріңізді әрқашан ұмытпай еске сақтай жүріңіздер. Алтын ұя мектептеріңізді ұмытпаңыздар. Бүлдіршіндей болып осы мектептің табалдырығын аттаған едіңдер. Міне ұлдар ер жетіп, қыздар бой жеттіңдер. Осы мектепте үлкен жетістіктерге жеттіңдер. 42 әріпті ұқтыңдар, әліппені жаттадыңдар. Үлкен білім алдыңдар. Сондықтан осы
алтын ұя мектебін ұмытпайды деп сенеміз. Үлкен өмірге қадам басқан қанаттарын талмасын, ақ жол тілейміз. Рахмет. Қымбатты түлектер, қадірлі ата-аналар, сіздердің құрметтеріңізге түлектер сағынышы әні шырқалады. Мамырдың қанат қаққанбыз, жас түлектеген кеудегелен таққанбыз. Соңғы ғұмырым сағынменен қызыға, балалық шақтың есігіне шапқанбыз. Қызығып жасыл гүліңге, қазір өзіңнен арнадым. Әшектерің бақыты үшін екен ғой, аяулы ұстаз ағыр шаштың әр дала. Қызығып жаз күндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Татулық кейде келістік, келсек қайда келістік, күндерің ыстық. Сенен кейін сыныпқа кімдер кірді, соңғы бетіңде әлі жазулы көрмеген. Қызығып жасыл гүліңге, балалығымды білмеген. Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Татулық кейде келістік, келсек қайда келістік, есіңнен қалай кетеді, естелік күндер ең ыстық. Есіңнен қалай кетеді, естелік күндер ең ыстық. Чудесно, с играми, с музыкой, с песнями. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы и детство. Құрметті түлектер, сынып жетекші ата-аналарың болса, мектеп үйлерің. Киелі қара шаңырақпен қоштасу қандай қиын десеңші. Алғашқы ақпантик, алғашқы қоңырау, алғашқы мұғалім, алғашқы дос, алғашқы махаббат, бәрі қайта оралмас сағым. Қоштасып тұрсыңдар әрі қызық, әрі қиын, әрі мәнді бал дәурен шақпен, жыр дастан мектеппен. Жақсы мен жаманды, ақ пен қараны үйреткен партамен де қоштасар сәт туды. Бұл күн мектеп тарихында түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Шәкірттік кезеңінің соңғы үлкен өмірінің жолының алғашқы баспалдағында тұрған түлектердің құрметті қонақтар, бүгінгі кешіміздің қызықты да жауапты сәтті басталды. Осы сәтті қымбатты түлектер асыға күтіп отырған шығар. Өйткені дәл қазір бүгінгі кештің ханшайымы мен ханзадасы аталып өтеді. Дорогие друзья, разрешите ознакомить вас с итогами голосования и назвать короля и королеву сегодняшнего бала. Право назвать короля и королеву бала предоставляется главному специалисту Жарминского районного отдела образования Садыковой
Садыковой Гульсағи Тұрсынханова. Құрметті түлектер, міне бүгін жалпы республикамызда барлық мектептің жалпы орта білім бітірген оқушылары бүгін аттестат алып жатыр. Біздің ауданымызда 346 түлек бүгін мектептің табалдырығын аттағалы отыр. Соның ішінде 49-да алтын белгі, 14-і үздік аттестат иегерлері. Жаңа бағанда бері атап айтылып жатыр, осы сол 49 алтын белгінің 6 алтын белгісі осы Георгиевка орта мектебінен шығып отыр. Сонымен қатар 14 үздіктің 3-і осы Георгиевка орта мектебінің түлектері. Құрметті түлектер, міне кеше ғана ата-аналардың қолынан жетектеп әкелген 1-ші сыныпқа келген балалар 11 жыл уақыт өте шықты. Енді сендер мектептен білім, тәрбие алып, осы өздерінің сүйікті мектептерінен шыққалы отырсыңдар. Сендер біздің еліміздің болашағысыңдар. Біз сендерге сенеміз. Сендер тәлім, тәрбие алып, біздің ауданымыздың туын биікке ұстайтындарына біз кәміл сенеміз. Барлықтарына ақ жол тілеймін. 47 оқушының міне 43-і ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға барғалы отыр. 23-і және 25-і осы маусымда бізде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады жоғарғы оқу орнына баратын балалар. Барлықтарына одан басқа да колледждарға барғалы жатыр. Білесіздер, 2016-2021 жылы бағдарламасы бойынша біздің аймақтық колледждардың барлығына грант берілген. Қандай мамандықтардың барлығымен ата-аналар да, оқушылар да танысқансыздар. Сол бағдарламамен де баратын оқушылары бар, түлектердің ішінде. Сондықтан барлықтарыңызға тілейтінім ақ жол, жолдарыңыз ашық болсын. Әрқашанда осы сүйікті мектептеріңді, ауылдарыңды ұмытпаңдар. Қаншайымыз мектеп бүгінгі түлектің ішінен королевамыз Даулетова Бегаева. Балдың королі Мұхаммедкалиев Нұрсұлтан. Автор и производитель таких прекрасных корон, мастерица на все руки, наш большой советчик Аманжолова Балжан Аманжоловна. Король и королева бала приглашают всех на прощальный школьный вальс. Құрметті түлектер, өзіңіздің сыныптастарыңызбен билесеңіздер де болады. Болсақ та бұрын соңғалыс, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге ортада билейік вальс.
жақыннан таныс әуенге ырғалып бірге ортада билейік вальс иығымда қолдарың сенің қолымда нәзік белің қанекей фотолар сүрші бақытты сәтімді менің қанекей фотоға түсіп бақытты сәтімді менің. Рахмет. Дорогие выпускники, сегодня вы на корабликах мечты отправляетесь в свободное плавание под названием «Жизнь». Мы хотим вам пожелать, пусть ваш корабль всегда плывет мимо островов печали и поражений и делает остановки только в бухтах радости и счастья. Пусть компас на нашем судне, Георгиевская средняя школа, будет всегда исправным и точно приведет вас к причалу мечты. Түлектер, үлкен өмірге қанат қағып барасыңдар. Қанаттарын талмасын, биіктерге шырқа. Мектеп өмірі артта қалды. Алдыңда күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдақтарынан сүрінбей өте берулеріңізді тілейміз. Bir үйдің баласында яны шырқалады. Алға, ұмтыл тек алға, алда ойған мақсатқа, ол сол. Бірлікпен ұлттар болсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласында, болыстан сатан қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласында, бірлігімізді сақтап, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге
Құрметті мектеп бітіруші түлектер, Ұлттық бірыңғай тестілеуде сәттілік, армандарын орындалсын, мақсаттарыңа жетіңдер. биік шыңдардан көріне беріңдер. Қанаттары талмасын, болашақтарыңыз оғыл. Сәттілік сүйектерің болсын. Үлкен өмірге басқан қадамдарың осы шар сияқты биік болсын. Барлықтарына бақыт тілеймін. Біз сіздерді жақсы көреміз! Смотрите, шарики в небо летят, высоко поднимаются. Сегодня выпускники со школой прощаются. Идите в жизнь по светлому пути и станьте настоящими людьми. И знайте все, хоть их не перечесть, в небе для каждого звездочка есть. Дорогие выпускники, вы яркие звезды 44-го выпуска Георгиевской средней школы. Қымбатты түлектер, құрметті қонақтар, бүгінгі күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Дей келе, көптен күткен қуанышты сәт, 11 жылғы төккен теріңнің жемісі, 11 жыл бойы алған біліміңнің белгісі, аттестат алу кезеңінде өз мәресіне келіп жетті. Мектеп бітіру кеші осымен аяқталды. Қымбатты түлектер, сағынамыз күн сайын, кездесейік жыл сайын. Сіздерге жалын жүрекпен, айтамыз достық тілекпен. Әрқашан сәтті жол болсын, сапарларыңыз оң болсын деп, мектеп бітіруші түлектерге ақ жол тілейміз. На этом закончилась торжественная часть нашего вечера. В добрый путь, дорогие выпускники! Удачи! Уверенности вам в завтрашнем дне! Будьте счастливы, говорим мы вам и приглашаем на прощальную школьную дискотеку.